Assalamualaikum Роза апа. Қалыңыз қалай? Кеше кремді әкелді Джесик. Пайдаланып отырмын. Жақсымын, Құдайға шүкір. Менде бір результат бар. Қазақстаншыларға рахмет. Айтайын деп отырып едім Роза апаны. Гүлжахан тәте, Қарлығаш тәте, сендерге рахмет көп-көп. Өмірлерің ұзақ болсын. Мына роза айт мейрамдарың құтты болсын. Тұтып атқан розаларың қабыл болсын. Бәрің осы кремді пайдаланып отырыппын. Мынау міне алдыңғы оң аяғым асты шіріп жатыр деп еді, кесіп алып тастаймыз деп еді, аяғымды кестірмей осы кремнен пайдаланып отырыппын. Міне мынау қазіргісі міне бітті, Құдайға шүкір. Мынау шеп аяғым міне бұны да кесеміз деп еді. Жақсы, енді қазір мынандай 10 часов. халатқа келді. Енді осы кішкентай ғана не қалып тұрыпты. Сол бітіп кетсе жақсы болып кетер еді. Құдай қаласа саумалды да ішіп жатырмын. Мынау сол кезде жараның бар кезіндегі түскенім. Мынау енді қазір осы моментте отырған суретім. Құдайға шүкір, жақсы бәрі. Қарақалпақстаннан, Елік қаладан сәлем Қазақстанға. Сахарым нормальный, кеше өлшеттім. 8-9 сахарым. 14-17 болып кететін еді, жақсы. Қазір саумалды да ішіп жатырмын, кремді де пайдаланып жатырмын. Құдайға шүкір. Аллаға мың қатла шүкір. Осы ораза айында бәріңе тілек тілеймін. Бәріңнің жұмыстарың алдыға жүрсін. Ауырып жатқандарға шипа берсін Аллахым. Жақсы, сау болыңдар.